Алатау дәстүрлі өнер театрында Аманат өнер орталығы жұмыс істейді. Алматы қаласының тұрғындары бұл жерден ән мен күйдің, жыр терменің әліппесін үйреніп, өнердің қыр-сырын танып, дәріс алуға мүмкіндігі бар. Біздің Аманат өнер орталығының тағы бір ерекшелігі, бұл жерде жас ерекшелігін біз шектемейміз. 5 жастан бастап еңкейген кәрілерге дейін осы орталыққа келіп өздерінің өнерлерін ұштай алады. Себебі кейде мынау өмірдің ағымыменен бойында таланты бола тұра өнердің жолына түсе алмай қалған, шіркін-ай, мен осы өнер жолын қуа алмадым-ау дейтін арманда жүрген адамдар болады. Небір тамаша таланттар бар басқа салада жүрген. Менің өзім талайының соның куәсі болдым. Енді бір жоба ойымда бар, Құдай қаласа соны іске асырсақ деймін. Бұл біздің мынау өнер саласына түсе алмай қалған таланттардың жұлдызын жағу. Жаңадан үйренушілер 2 айға жуық дәріс алып, өнерге деген ықыласын танытады. 2 айдан кейін арнайы комиссия құрылып, емтихан қабылданады. Емтиханнан өткен өнерпаздар ғана Аманат өнер орталығының атынан үлкен сахналарға жолдама алады. Мен осы Сәуле Жанпейісованың студиясын көптен бері естіп жүргенмін. Негізі осы Алатау театрында мен кинозалда жұмыс атқарамын. Негізі балалар мектебінде де бар ондай студия, домбыра студиясы. Бірақ маған балаларымның болашағы өте жақсы болсын деп ойлаймын да. Сондықтан Сәуле Жанпейісова келіп отырмын. Құрылғанына көп бола қоймаса да, орталықтың бұл күндегі үйренуші өнерпаздары жеткілікті. Аманат тек Алматы қаласында емес, Астана қаласында да жұмыс істейді. Аманат өнер орталығы биылғы жылдың күз айынан бастап өзінің жеке жұмысын бастады. Негізгі орталығы Астана қаласында. Апайдың өзінің қызы Қуаныш штабын басқарып отыр. Шәкірттері бар дегендей, апай 10 күнде сол жақта мастер-классын өткізіп келді. Сәуле Жанпейісованың айтуына қарағанда, шәкірттердің ішіндегі ең зерегі 7 жасар Мирас екен. Менің домбыраға үйренгеніме 2 ай болды. Менің жасым 7-де. Мен Еркемай әнін айтып беремін. Бұл күнде Аманат өнерпаздары Наурыз мерекесіне орай ұйымдастырылатын мерекелік шараларға қызу дайындық үстінде. Алдын ала белгіленген дәрістерден бөлек, ай сайын Алатау дәстүрлі өнер театрында Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, әнші Сәуле Жанпейісова шеберлік сабақтарын өткізіп тұрады. Осыны ай деген нәрсе біздің әншілерді әрдайым төмендетеді. Ал бұл дейтіңіз әнді айту үшін әуезділікке салу керек. Бұл жерде алуға болады барынша дұрыс. Аманат өнер орталығынан тәлім алып жүрген үйренушілердің алды үлкен сахналарда өнер көрсетуге мүмкіндік алып үлгерді. 28-ші қысқы универсиада қарсаңында өткен Айнам көз атты Батыс Қазақстан өңірінің дәстүрлі музыкалық кешінде Аманаттың Шұғыла Досмағамбет, Периза Шаймардан есімді қос өнерпазы көрермен ықыласына ие болды. Арман Құдайберген, Елдар Мұқаш, Күліп оян, Алматы.